Біздер түнгі 11-15-те алла деп Бремен қаласының қасындағы бір қалашықтағы үйге тоқтадық. Бұны жолдасым алдын ала тапсырыс берген бұл үйге. Міне жүріңіздер, сіздерге немістердің үйінің ішін көрсетейін. Келгенде мынандай әйнек, есік, терезе, мынандай қонақ бөлмесі, қонақ бөлме. Сосын мына жерде біздер Пасха мерекесіне орай келгесін мынандай жұмыртқалармен безендіріп қойған. Тап-таза барлығы. Кәдімгі үйшік сияқты. Мына жаққа кіргенде екі жатын бөлме, сосын мына бөлме жабық, біз білмейміз бұнда не бар екенін. Мына жерде мына бөлме, бір жатын бөлме. Барлығы жаңа керектің барлығы бар. Тіпті мына жерде мынандай велотренажер де бар. Мына жерде балаларға жатын бөлме. Коридор. Мына жерде ас үй. Мына жерде әрине Еуропа елдеріне тән қоқысты сұрыптап салу, шыны, шөлмектер, сосын пластик ортасы, сосын қағаз. Мында жаңа біздер қадап қойдық Қазақстаннан келгендігімізді. Түрлі елдерден келген кісілер. Мына жерде ваннасы, жуынатын душы да бар, ваннасы да бар. Бәрін дайындап кеткен, орамалдарды барлығын. Мынандай бір қызық дизайн. Мына жерде сосын әжетхананың үйі. Кітаптар, ойыншықтар тауып алып жатыр.